қазір 3 топқа 3 тапсырма беріледі. Бірінші болған топ қолдарыңызды көтереміз. Bir жерін алғанда шығара беруге болады. Әр топтан бір оқушыдан шығады және өз есептерін түсіндіреді. Болдық па? Bir адам. Келесі есепке басқа адам шығады. Тездетеміз. Әр топтан бір оқушыдан тақтаға шығамыз. Сендер бір басқа есепке шығасыңдар. X плюс логарифм 2-де x плюс 2 тең 3. Біз x санын тауып алу үшін 2-ның 3 дәрежесін осы x пен x плюс 2-ның 1-де 9 қосылған 2 логарифм 5-тен 1-де 3-тен 5-тен. Бізде бірінші біз логарифмнің алдында тұрған коэффициентті квадраттаймыз. Демек, логарифм 5-тен 1-де 9 қосылған логарифм 5-тен 1-де 9-дан 25. Бұл 3 пен 5-тің сәйкесінше 25 логарифм 5-те 3. Ең бірінші біз 5-ті квадраттап аламыз, яғни 5-ті квадраттаған кезде бізде 25 шығады. 5-ті квадраттаған кезде бізде мына жақта тұрған 2-ні 3-тің квадраты деп жібереміз, яғни осыған арналған формула бар. Және сол кезде логарифм 5 пен 5 қысқарып кетеді деп бізде 3-тің квадраты қалады, ол 9-ға тең. Тақтамен жұмыс орындалды. Енді Kahoot программасына кіреміз. Барлығымыз көрермен немесе тақтада көріп тұр. Сосын тапсырманы орындаймыз. Аты жөнін жазамыз. Тапсырмаларды орындадық. Енді Kahootқа кіре қоямыз. Тақтада көріп тұр. Тапсырмаларды орындаймыз. Бүгінгі сабақтан не түсінді, қандай ойымыз бар, өз байланыстарымызды айтамыз. Тақтада талтыр. Егер барлығын 100% түсінсеңдер жоғары жағына, әлі де түсіну керек заттар болса орта жағына, дым түсінбедім көмек керек десек, тамыр жағына, яғни түп жағына ілеміз. Стикерге өзіміздің ойларымызды жазамыз. Өтіп бере ғой. Күнделіктеріңізге жазылыңыздар. Сабақ аяқталды, сау болыңыздар.